Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз Петр матасынан киілетін Аяз атаның етігі мен қолғабын жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен өзімнің аяғыма сәйкестендіріп, табанның ізін шығарып аламын. Және оны Петр матасына бастырып алатын боламын. Осылай бастырып қиып алдық. Енді осындай видеода көрсетілгендей етіп, қызыл фетрді осылай тік төртбұрыш етіп қиып аламыз. Оны жуан және жіңішке қылып, тағы да екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Мен алдын ала ручкамен белгілеп қойдым қиятын жерлерімді. Міне осындай қылып, біреуін жуан, біреуін жіңішке қылып қиып аламыз. Енді бағанағы табанымызды алып, жуанын етігіміздің алдыңғы бөлігіне, жіңішкесін артқы бөлігіне тігетін боламыз. Міне алдыңғы бөлігін ручканың көмегімен белгілеп аламыз, қай жерден басталып, қай жерден аяқталатынын. Мен ине жіппен тіктім. Сіздер машинкаларыңыз болса, машинкамен тіксеңіздер болады. Мен сіздерге көріну үшін осындай қара түсті жіппен тіктім. Міне тігіп алдым. Барлығын қолмен тігіп шықтым. Енді осындай артық қалған ашық жерлерін бір-біріне ыстық клей арқылы клейлейтін боламыз. Енді жуан бөлігін төбесінен бастап, етіктің маңдайшасын жасау үшін ірі-ірі тігіспен, жуан жіппен, қалың жіппен тігіп шығатын боламыз. Қалың жіп болмаса, кәдімгі жіпті 4-5 қайтара орап, инеден өткізіп, осылай ірі-ірі тігіс жүргізіп, соңынан тіккен тігісімізді тартып жиыратын боламыз. Сол кезде біздің етігіміздің маңдайшасы әдемі болып шығады. Міне осылай тартып, бір-біріне тігіп, маңдайшасын осылай шығаратын боламыз. Міне тігіп алдық. Енді етігіміздің қонышын жасайтын боламыз. Ол үшін қызыл фетрді өзіміздің аяғымызға қажет ұзындықты өлшеп алып, төртбұрышты қылып қиып алатын боламыз. Тегістеп қызыл фетрімізді тік төртбұрыш етіп қиып аламыз. Мен барлығын өлшемедім. Мен барлығын көз жобамен өлшей беремін. Осылай екеуін бір-біріне клейлейтін боламыз. Сол кезде бізде цилиндр шығады. Сол цилиндрді алып, етігіміздің қуыс жеріне осылай салатын боламыз. Міне осылай салып орналастырдық. Енді жабыстыратын жерлерімізді ручкамен белгілеп алатын боламыз. Осы екі жерде белгілеп аламыз және қақ ортасын белгілейтін боламыз. Сол жерді қайшымен қиып аламыз. 1, 2, 3 жерден қиып аламыз. Ол бізге бұлай етіктің ішінен ыстық клей арқылы жабыстыру үшін, мына жерлерге жабыстыру үшін, ол етікті киген кезде ұстап тұру үшін қажет болады. Міне жаңағы қиған цилиндрімізді ішіне кіргізіп, ыстық клейдің көмегімен мына жерлердің барлығын жабыстырып шығатын боламыз. Және де алдыңғы бөлігіне жаңа қиған жерлерімізді жабыстырып алатын боламыз. Мен барлығын жабыстырып шықтым. Енді тігісті көрсетпес үшін қызылдан дөңгелек қиып, оны да маңдайшасына жабыстырамыз. Және ақты да өзіміз қалаған қалыңдықта өлшеп алып, жиегін ирелең деп қиып аламыз. Соны Аяз атаның етігін әдемілеу үшін етіктің
басына жабыстыратын боламыз. Тігісті жабыстыру үшін қиған бөлігімізді етіктің табан жағына, жуан бөлігімізді жоғарғы жағына ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шығатын боламыз. Міне барлығын жабыстырып шықтым. Өте әдемі етік дайын болды. Киіп жүруге де болады. Міне екінші парасы. Енді мен сыртына дидактикалық ойынды жабыстыратын боламын. Сіздер ары қарай өздеріңіздің қалауларыңызша пайдалансаңыз болады. Енді қолғапты жасау үшін қолғаптың суретін 2 рет бастырып шығамыз. Оны қайшының көмегімен қиып аламыз. Қиып алдық. Енді екеуін бірдей қылып, тең қылып ұстап, жиегін міндетті түрде ақ жіппен тігіп шығатын боламыз. Міне осылай киіледі. Енді бағанағы етікке жабыстырғандай етіп, ақ фетрдан қиып алып жабыстыратын боламыз. Сол кезде бізде әдемі қолғап дайын болды. Міне мен етіктерім мен қолғаптарымды осылай балаларға арнап, балабақшаға арнап, дамытушы ойын ретінде әсемдедім. Керек фигураны алып, липучка арқылы түстерін танып, балалар өздері жабыстырып шығатын болады. Ары қарай сіздер өз қалауларыңызша әсемдесеңіз болады.